Ешкі сүті. Ешкі сүті 99 аурудың емі. Ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы туралы ел арасында ертеден белгілі, бірақ қалай және қандай ауруларға дауа бола алады? Осы жайлы сөз қозғамақпын. Сәлем достар, видеоны жалғастырмас бұрын каналға жазылып, қоңырау белгісін басып қоюды сұраймын, себебі алдағы жарық көретін пайдалы ақпараттарды жіберіп алмайтын боласыз. Ағарғанның бәрі жақсы, алайда ешкі сүтінің пайдасы бүгінде аз айтылып жүрген жоқ, себебі емдік тұрғысынан ешкі сүтінің шипасы зор. Сонымен қатар сүттің құрамындағы темір ірі қараның сүтіне қарағанда әлдеқайда тез сіңеді. Күз айында иммунитеттің әлсірейтіні белгілі. Ендеше бұл мезгілде ешкі сүті таптырмайтын дәрумен. Ешкі сүтінің құрамында калий, магний, фосфор, марганец, мыс, А, В1, С және Д дәрумендері, аскорбин қышқылы көптеп кездеседі. Сонымен қатар балалар үшін ең пайдалы емдік сусын болып табылады. Жасанды, аралас қоректендіруге дайын тағамдардан гөрі баланы 6 айдан асқан соң ешкі сүтімен өсіруге әбден болады. Есіңізде болсын, ешкі малы туберкулез, сарып секілді аурулармен ауырмайды. Ерте заманда Амалфея атты ешкінің сүтімен Зевс құдайын емізген деген аңыз бар. Сол заманнан бері ешкі сүті ерекше қасиетті деп саналады. Сонымен қатар ертеректе ауыр науқастан кейін қалыпқа келу үшін ешкі сүтін ішкен екен. Ежелгі Римде ешкі сүтімен бауыр ауруын емдеген. Ешкі сүті әлемде кең танымал, бірақ оны сүтті пайдаланудан көш бастап тұрғандар Азия елдері ішіндегі Үндістан, Бангладеш, Пәкістан және жерорта теңізі жағалауындағы елдер Португалия, Испания, Франция, Грекия, Италия болып табылады. Ешкі сүтін Гиппократ құрт ауруымен ауырғандарға ем ретінде ішуді ұсынса, Ибн Сина айналасындағыларға балаларының алдында қартайып мүсәпір халге жеткілерін келмесе, ешкі сүтін ішіңдер деп ұзақ жасауға пайдасы зор екенін атап өткен екен. Артық салмақ тастағысы келетін жандарға да ешкі сүтін ішу ұсынылады. Оның құрамындағы май адам денесіне артық май болып жиналмайды. Суық тигенде де пайдасы мол. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Аяғы ауыр келіншектер ешкі сүтін ішсе, баланың қаңқасы, тістері жақсы дамиды. Осы орайда ескерту. Ауруға ем іздеймін деп ауру тауып алмаңыз. Ешкі сүтін танымайтын адамдардан кез келген жерден сатып алуға болмайды. Сарып, яғни бруцеллез ауруының инфекциясын жұқтырып алуыңыз мүмкін. Ішек ауруларымен ауырып қалмас үшін сатып алған сүтті жақсылап қайнатып алыңыз. Ешкі сүтін белгілі бір аурумен ауыратын науқастар үшін тиімді табиғи дәрі болып табылады. Аллергия. Аллергияға бейім адамдарға сүт өнімдері жақпайтыны бәрімізге белгілі. Мұндай науқастар әсіресе сиыр сүтін пайдалана алмайды. Себебі сиыр сүті аллергияның қоздырушысы. Бірақ ағзаға сүт қажет. Оны 100%-ға алмастыра алатын өнім ешкі сүті. Мұны түсіндіру оңай. Ешкі сүті біріншіден аллергияны қоздырмайды. Сонымен қатар аллергияға бейім адамдардың ауруын түбімен жоятын қасиетке ие. Ағзаны қалпына келтіруге де көмектеседі. Ешкі сүтіндегі май түйіршіктері сиыр сүтіне қарағанда өте төмен. Сондықтан адам ағзасына түскен ешкі сүті тез қорытылады. Ол түрлі факторлардың салдарынан әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Онымен қоса, ешкі сүтінің құрамындағы калийдің мөлшері өте көп. Сүт құрамындағы бұл элемент әлсіреген ағзадағы жүрек қан тамыр жүйесі жұмысына өте қажет. Сүйекке пайдасы. Ешкі сүтінің құрамында сүйек тіндерін қатайтатын кальций және Д тобындағы витаминдер қоры жеткілікті. Сондықтан дәрігерлер балаға 1 жасынан бастап рахит ауруының алдын алу және оны емдеу үшін ешкі сүтін беруді ұсынады. Сондай-ақ дәрігерлер мен ғалымдардың дәлелдеуінше, бұл ешкі сүтін сүйегі сынған адамдар күніне 1 стаканын ішіп тұрса, сүйегі бітіп қалпына келу процесі 2 есе жылдам болады.
Ішек дисбактериозында ешкі сүтінен жасалған өнімдер ішек жұмысын қайта қалпына келтіруіне көмектеседі. Сондықтан бұл дерттен тезірек айығу үшін міндетті түрде ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ рационыңызға енгізіңіз. Асқазан және ішек ауруларында асқазан және ішек ауруларының кез келген түріне ешкі сүті пайдалы. Оның құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабақ жараларын емдейді. Сонымен қатар асқазан сөліндегі қышқылды бейтараптандыратын ерекше қасиетке ие. Егер асқазан жарасы зардабын тартып жүрсеңіз, онда сізге ешкі сүтін ішу арқылы емделетін мынадай амал көмектеседі. Күн сайын таңертең ашқарынға ешкінің 1 стакан шикі сүтін ішіңіз. Содан кейін әр кезде ұрттай жүріп, кешке дейін 2 стакан сүтті тауысу керек. Емдік курсы 21 күн. Ешкі сүті диатез дерті кезінде де көмектеседі. Қазіргі кезде көптеген балалар мен балалардың ата-аналары диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен оның емделуі ұзақ уақыт алатындығын ата-аналар біледі. Бұл дерттен ешкі сүтін ішіп бір жолы арылуға да болады. Дәрігер-педиатрлардың анықтауынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан балаға үзбей ешкі сүтін беріп, түрлі аурулардың алдын алған дұрыс болар. Ешкі сүті жүкті әйелдер мен емізулі бала үшін де өте керек қорек. Құрамындағы витаминдер, микро және макро элементтері ана ағзасы мен жатырдағы бала үшін өте пайдалы азық болып табылады. Ондағы кальций баланың сүйегін дұрыс қалыптастыруға септігін тигізсе, болашақ ананың тістерінің түсуі және тырнақтарының сынуын болдырмайды екен. Ал емізулі әйелдер күнделікті ешкі сүтін пайдаланса, өзінің ғана емес, баланың ағзасында витаминдер қорымен байытып, сүйектерін қатайтады. Ешкі сүтін үзбей ішетін емізулі ана қан аздық дерті мен витаминнің жеткіліксіздігінен зардап шекпейді. Терідегі бөртпелер мен дақтарды кетіруде ешкі сүті табиғи тазартқыш құралы болып табылады. Шикі сүтпен бетті сүртуге болады. Сонымен қоса ол теріні ағартады. Шашты жуған кезде ешкі сүті қосылған сумен шайып тұрса, шаштың түсуі тоқтайды екен. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 витаминінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп. Ал калийдің жоғарғы мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңды әсер етеді. Құрметті оқырман, егер де сүтте қылшық немесе лайды көрсеңіз, мұндай сүттен бас тартқаныңыз абзал. Кейде тіпті ешкі малының қожайындары ағзасында қандайда бір ақауы бар ешкінің сүтін сауып сатып жатады. Үй жануарлары арасында ең көп тарайтын аурулардың бірі ол бруцеллез. Сондықтан ешкі сүтін сатып аларда өте мұқият болғаныңыз жөн. Ал егер ешкі сүтіне қатысты күмәніңіз болса, онда міндетті түрде педиатрмен кеңесіңіз.